өтті тазалау қажет пе? Дәл осы сұраққа мен қазір жауап беретін боламын. Егер қызық болса, соңына дейін видеода болыңыздар. УЗИ нәтижесінде көбінде застой желчи немесе өт қойланған деген қорытынды көрдіңіздер, иә? Сол бетте гастроэнтерологқа жүгіріп, мен не істеймін, қандай ем бересіз деп айтатындарыңыз баршылық. Кейбіреулеріңіз даже өт тазалау курсынан дейін өтіп шығасыздар. Әрине оның пайдасы бар ма әлде жоқ па сізге беймәлім. Өтті тазалау біреулерге қажет болса, екінші топ адамдарға қажет емес. Сол туралы мен сіздерге кішігірім мысал ретінде бір пациентте екі түрлі жағдайды түсіндіретін боламын. Тамашалаңыздар. Негізі өтті тазалау емес, өт қапшығындағы өтті тазалау емес па негізі. Бірінші жағдай. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз бе? Қандай шағымдармен келдіңіз? Мен УЗИге бауыр және өт жолдарын түсірген болатынмын. Маған застой желчи деген диагноз қойылған. Ал осы УЗИ өтпес бұрын қандай шағымдар итермеледі УЗИ өтуге? Негізі майлы тамақ жегеннен кейін басым ауырып, лоқсып, оң жақ қабырғам асты ауыратын. Және де кейбір тамақтан кейін изжога болатын. Және де бұл жағдай жиі қайталанады. Және де аузыма ащы дәм келетін. Майлы тамақ жегеннен кейін, иә? Майлы тамақ жегеннен кейін. Ал басыңыз ауырғаны қысқаннан кейін тарқай ма? Иә, қысқаннан кейін сәл тарқап жақсы болып қалады. Жақсы, онда сізге ем керек, өтті сұйылтуға арналған терапияны жазып беремін. Көріп отырғаныңыздай, осы жағдайда біз ем береміз. Ал енді бұл науқасқа біз емді тағайындаймыз, өйткені көріп тұрғандай шағымдары бар. Және де ол кісіге уже сәл өтті сұйылту терапиясы қажет болады. Енді екінші жағдай. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қандай шағымдарыңызбен келдіңіз? Мен УЗИге өт жолдары және бауырын түсірген болатын. Маған застой желчи деген диагноз қойылған. Ал негізі осы УЗИді сіз қалай скрининг ретінде өттіңіз ба? Әлде белгілі бір шағымдар сізді осы УЗИ өтуге мәжбүрледі? Жоқ, шағымдар болған жоқ, скрининг ретінде өткен болатын. Шағымдар негізі жоқ. Ешқандай ауырсыну белгілері болмайды, ащы дәм сезбейсіз, изжога болмайды. Жоқ, ондай болмайды. Жүрегіңіз айнымайды майлы тамақ жегеннен кейін? Жоқ, майлы тамақ жегеннен кейін жүрегім айнымайды. Еш нәрсе сізді мазаламайды? Жоқ, мазаламайды. Сізге дәл қазір ешқандай емнің қажеті жоқ. Егер осы айтылған шағымдар пайда болатын болса, сол кезде маған келгеніңіз дұрыс болар. Рахмет, дәрігер. Ал енді осы жағдайда біз науқасқа ем бермейміз. Неге бұл науқаста ешқандай емнің қажеті жоқ? Себебі бұл науқаста мысалы УЗИ өтпес бұрын алдында дайындалмаған, яғни обед, таңертеңгі таңғы ас, обед, кешкі асын жейді, оның ішінде ужинді жасап тұрып жеп алған. Таңертең обедке, таңғы ас пропуск жасайды, ал таңғы асқа дайындалған өт объемы дайын тұрады. Сосын барып УЗИге голодный желудокқа барып керек қой. УЗИ өтеді, УЗИде жаңағы дайын тұрған өт тұрады застой болып. Яғни ол кісі УЗИден кейін тамақ ішкеннен кейін ол өті босанып, босап уже қалпына келеді. Бұл патология емес. Сондықтан бұл науқаста ем берудің қажеті жоқ. Осы видео материал сізге қызықты болды деп ойлаймын. Егер ұнаса лайк басыңыздар, менің каналыма қосылыңыздар. Жаңа осындай формат ұнаса, обязательно комментарий жазыңыздар. Тағы да айтатыным, комментарийда қандай тақырыпқа мен сіздерге видео түсірейін, сол туралы жазып кетсеңіздер риза боламын. Неге дәл осы пациентте бізде ем қажет? Мысалы,
Рахмет. Онда бұл жағдайда рахмет деген емес. Заново. Тебя она почти не видно, по идее. Не, нормально. Осы видео сіздерге қалай болды, қалай ұнады ма? Енді қараңыздар, менде жаңа инстаграм, алдыңғы инстаграм dr.karshasheva, доктор Каршашева, ол блокқа түсті. Сондықтан осы дәрігер Каршашеваға тіркеліңіздер. Бұл инстаграмда пока аз мәлімет болса да, болашақта өте жақсы ақпараттар болатын болады. Және де сол дәрігер.каршашевадан мен ютубта қандай тақырыптар сізге ұнайды, қандай сұрақтарыңыз бар деген сұрақтарға мен сол инстаграм парақшада көптеп сториста оповещение жасайтын боламын, иә. Енді тағы бір айтатын үлкен сұрақ, сіздерге осы формат ұнады ма, жоқ па, артындағы бэкстейдж дейді ғой, яғни андай нетпеген, жақсы болмаған видеоларды, яғни күлкілі жағдайларды мен сіздерге видеоның соңында қойдым. Қалай екен сіздерге, әлде сізге ұнамады ма? Сіздің ойыңыз, пікіріңіз маған өте қажет. Сондықтан міндетті түрде комментариясында жазыңыздар, және де маған подписка жасап, басқа достарыңызға таратып, немесе комментарий жазып, маған сосын будильник бар, оповещение, яғни новый видео сіздерге мен түсірсем, сол видео сіздерге алдыңғы қатарда болып тұрады. Сол үшін сіздер жаңағы будильник деген колоколдың суреті бар, сонда басып қойыңыздар. Негізі соңына дейін видеоны қарасаңыздар, осы мәліметтерді тыңдайсыздар. Тағы бір үлкен жаңалық, мен осы YouTube каналымда Құдай қаласа нетемін, тікелей эфирлер шығарып отырамын. Бірінші тікелей эфир бүгін сағат 16:00 деген плакат, осындай плакат көресіздер. Анонс ретінде сол күні шығарам таңғы 8-9-да. Және де таңғы 4-ке дейін, кешкі 4-ке дейін сіздер өздеріңіздің сұрақтарыңызды дайындап қоя беріңіздер. Және де осындай плакатты мен тағы да инстаграмдағы сторисқа жіберіп, сіздерге алдын ала мәлімдеймін. Аптасына 1 рет мүмкін, 2 аптада 1 рет мүмкін тікелей эфирге шығып отырамын. Менімен болыңыздар, қолдауларыңызға рахмет. Егер консультация алғыларыңыз келсе, менің WhatsApp номерім астыма жазып қоямын, сол жерге жазыңыздар.